Барлықтарыңызға сәлем. Менің атым Сматов Рахманберген Берікұлы. Мен Қайыңсай негізгі мектебінің 7-ші А сынып оқушысымын. Менің бүгін таныстырғым келіп тұрған ескерткішім Әбілқайыр хан ескерткіші. Әбілқайыр хан ескерткіші Ақтөбе облысының жергілікті маңызы бар тарих және мәдениет ескерткіштері тізіміне енген монументтік өнер ескерткіші. Бұл ескерткіштің орналасқан жері Ақтөбе қаласы. Ал авторына келсек, Ескен Аманжолұлы Сергебаев, сәулетшілері Егінбаев және де Қожағұлов. Бұның түрі монументтік өнер құрылысы. Құрылыс материалы гранит пен қола, ал биіктігі 12,3 метрді құрайды. Ақтөбе қаласында 2000 жылы Әбілқайыр ханның құрметіне орнатылған ескерткіш. Ескерткіш Әбілқайыр хан даңғылында облыс әкімшілігінің үйі алдында орналасқан. Бұның тұғырының биіктігі 2,8 метр, ені 2,1 метр, ұзындығы 5,8 метр. Ескерткіштің жалпы биіктігі 6,5 метр, тұғырға дейін жерден биіктігі 3 метр, жерден жалпы биіктігі 12,3 метр. Әбілқайыр ханның өзіне келетін болсақ, ол 1708-1709 жылдар аралығында башқұрт ханы болған. Ал 1710-1748 жылы кіші жүздің ханы болған. Оның ізбасары Нұралы хан. Діні ислам, дүниеге келуі 1693 жыл және де қайтыс болуы 1748 жылдың 15 тамызы. Оның жерленген жері хан моласы қазіргі Ақтөбе облысы. Әкесі Айтақ Қажы Сұлтан, жұбайы Баян ханым. Оның ұлдары Нұралы хан, Ералы хан, Жармұхамбет хан, Қожа Ахмет, Айшуақ хан, Әділ сұлтан, Шыңғыс сұлтан. Қыздары Қарашаш ханым, Намұрын ханым, Зулейха ханым, Жәннат ханым. Қорытындылай келе ескерткіштердің өскелең ұрпаққа берер тәрбиесі тағылымы мол деген шешімге келдім.